Елде автомобиль жолдарының виртуалды көшірмесі әзірленіп жатыр. Бұл визуализация арқылы жол желісінің жағдайын 3D форматта көре аласыз. Тілшіміз тарқатсын. Бұл бағдарлама ғимараттарды, тротуар мен жол белгілерін, көше жоспарларын 3D форматта көрсетеді. Осылай жиналған мәліметтер арқылы мемлекетке жол қызметтері туралы есеп-қисап жасалады. Бұл жердегі басты мақсат, егер осы үрдістерді жол құрылысы саласын оңтайландыру болып табылады. Егер мәселен белгілі бір жерлерде өзгерістер енгізу қажет болса, жолға тікелей еш тиіспей, оны цифрлық түрде де қарастыруға болады. Яғни осы жүйе арқылы проблемаларды жедел анықтауға мүмкіндік аламыз. Сондай-ақ бір жерде жинақталған деректер базасы бір сәтте бірнеше мекемеге қолжетімді болады. Біздің акиматтар, министрлік, біздің былайша айтқанда сандар өтірік айтпайды дейміз ғой, біздің жолда не болып жатқан сол ақпараттық жүйе арқылы көре алады. Қай жерде қандай знак тұр, қанша знак тұр, жолдың ұзындығы қанша, өлшемі қанша. Және де ол өзінің жаңағы техникалық сипаттамалары бар, жаңағы уклон дейді, жаңағы поперечный, продольный уклон, жаңағы әртүрлі. Жаңағы мына жолдың былайша айтқанда егеріне қажет ақпаратты сол жерден көре алады. Сол арқылы шешім қабылдай алады, сол арқылы келесі жылға жоспарлай алады. Бұл қажетті ресурстарды дәл болжап, шығынды азайтуға көмек. Сондай-ақ сала мамандары көше жол желісін басқарудың бірыңғай жүйесін дайындап, елдің түпкір-түпкіріндегі автомобиль жолдарының электрондық төлқұжатын әзірлеп жатыр. Зарина Ғалымжан Абдылахат, 24 KZ.